Бәріңізге сәлем, сіздермен Гүлзия. Бүгін керемет дәмді жент жасаймыз. Ол үшін бізге талқан, сары май және шекер керек. Талқанға 2-3 ас қасық шекерді салып араластырамыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған 3-4 ас қасық сары май саламыз. Видеода көрсетілгенде жақсылап тұрып езіп, бір тұтас жабысқақ масса етіп аламыз. Талқанымыз бір тұтас массаға айналған соң, алақанымызға алып, кішкене дөңгелек шариктер жасаймыз. Бұл жасалып жатқан женттің классикалық түрі. Егер де дастарханыңызға ерекше сәнді етіп қойғыңыз келсе, онда кокос стружкасына немесе ұнтақталған орехке, болмаса шоколадқа орнатып алуыңызға болады. Ас болсын!